Адам қартайған шағында мына 7 нәрсеге өкінеді екен. Біріншісі уақытты бос өткізгеніне. Екіншісі денсаулыққа көңіл бөлмегеніне. Үшіншісі жастық шағында батылырақ болып көп жерде тәуекелге бара алмағанына. Төртіншісі жақындары мен отбасына жеткілікті уақыт бөлмей, олармен бірге қызықты сәттерді өткізе алмағанына. Бесіншісі өзі қаламаған ісімен айналысқанына. Алтыншысы мүмкіндігі бола тұра адамдарға жақсылық жасамағанына. Жетіншісі аз саяхаттағаны үшін өкінеді екен. Адам есейген сайын балалық шағын аңсайды екен. Әрине, өмірдің қиыншылықтары мен ауыртпашылықтарына мойымау керек. Бірақ кейде өмір өзі сындырып, сосын орныңнан қайта тұрғызады. Өмір сүруді өзің үйренбесең, өмір саған қаталырақ жолмен үйретеді. Жастарға ақыл айту қарыз, өнеге үйрету парыз, тәжірибе ұқтыру міндет. Бұл үшеуін айтпаса, қарт кінәлі, ұқпаса, жас кінәлі. Жастық шақта өмірдің бар қызығы әлі алда деп ойлаймыз. Сондықтан біз қазіргіге аса мән бермей, көптеген істі кейінге қалдыра береміз. Бірақ есейгенде өткен қателіктерді ойлап, өкінгенше өз өміріңізді қазірден бастап қолға алған дұрыс. Үлкен сабақ аларсың өмірден де, сене берме себепсіз көрінгенге, қолдап жүрген жандарға қолыңды соз, қорлап жүрген жандарға көңіл бөлме. Жамандасын, сен бірақ жамандама, Алла сенің қорғаушың алаңдама, тырнағыңның астынан кіріздейді, тырнағыңа татымас адам ғана. Айлығы аз жұмыс, қадіріңді білмейтін жарты жарыңыз. Сіз берген мейірімді қайтармаған бала шаға, еш нәрсеге де таң қалуға болмайды. Осы жылдың ішінде сан сүрініп құладым, өмірден де түңіліп, өкіріп те жыладым. Қуаныштан шаттанып, енді күле бастасам, қатал тағдыр тағы мені сынадың. Біреудің артық асы бар, біреудің артық басы бар, аузан қиған қара жер бәріңді бір күн жасырар. Бір адамды түрі үшін жақсы көрсең, ертең көркі қартайғанда оған деген махаббатың өшеді. Бір адамды тапқан мүлкі, байлығы үшін жақсы көрсең, ертең ақшасы біткенде оған деген құрметің азаяды. Ең дұрысы Алла разылығы үшін жақсы көру. Алла разылығы үшін жақсы көру дегеніміз, адам бойында Алла сүйетін істері болған үшін ұнату. Мәңгі таусылмайтын, түгесілмейтін шынайы махаббат осы. Көп адам өзінің ақшасының жоқтығының себеп салдарын сырттан іздейді. Сөйтіп, халықтың ақшасын жеп жатқан жемқорлар екен, байып жатқандардың барлығы тоқпағы мықтылармыз. Жағдай жасамай отырған үкімет, көмектескісі келмейтін туыстар мен достар, әлемдік дағдарыс деп шала бүлінеді. Былайша айтқанда, шынына келсек, жалқаулығын осылай бүркелемелейді. Елің үшін төгілсе егер ащы тер, жақсы адамдар еңбегіңді жақсы дер. Сені жақсы көрсін десең барлығы, ең бірінші өз-өзіңді жақсы көр. Тірлігіңе қарап тұрып таңдана, тіліңдегі уын шашар сонда да, мына сен өсек дейді отырып, қолдарынан түк күлмейтін жан ғана. Алдарыңнан шықса дағы қандайсың, қыран болсаң, сыннан биік самғайсың. Кешіре сал, біреу сені ренжітсе, кешіргеннен кішірейіп қалмайсың. Мейіріммен шуақ шашып маңайға, көмегіңді көрсете біл талайға, мың арманнан аттап өту керексің, бір арманға жету үшін қалайда. Сол үшін де өз-өзіңді жақсы көр, алдарыңнан шықсын десең жақсы жол, жақсы жанды жолықтырғың келсегер, ең бірінші өзің сондай жақсы бол. Бұл өмірде неше түрлі адам бар, сен туралы білмей жатып жамандар, мына сені жек көреді біліп қой, өзін жақсы көре алмайтын адамдар. Мейлі біреу сені дұшпан санасын, мейлі біреу жаман көзбен қарасын, сен оларға жақсы көзбен қарай сал, сонда олардан жоғарылау боласың. Адамның жаманы болмайды.
артық сөйлеп қағынбаса, жақсылықты серк етіп, жаман ойға бағынбаса. Уақытта байлық бірақ шектеулі, асың барда дос жина, ақылың барда ес жина, еңбегіңнің нанын же, халқыңның қамын же. Қиял көп, ақиқат біреу, осыны білсең ақылыңа тіреу. Бақ қонады ұл таңдап, қонақ қонар үй таңдап, болымы жоқ бозбала бейнеттен қашар бұлтыңдап. Ел адамымен сөйлессең, ауыл аймағын айтады. Қала адамымен сөйлессең, үйіндегі жиған тергенін айтады. Қыр адамымен сөйлессең, бота менен тайлағын айтады. Ал тексізбен сөйлессең, қайдағы, жайдағы, аузына келгенін айтады. Дүниенің тұтқасы еркекте, кілті әйелде, сыры данада, қызығы балада. Жақсымен өткен әр күнің, жасыңа қосқан жыл болар, еліңе қосқан үлесің, ұрпаққа кейін жыр болар. Өлімнің қақпайтын есігі, өсектің кірмейтін тесігі жоқ. Аз сөйлерде көп тыңдар, хас асылдың баласы. Данышпандар өз ғасырында туады, өзге ғасырда әйгілі болады. Екі тентек таныспай жатып, ұрса кетеді. Екі қу сөйлеспей жатып, ұғыса кетеді. Жаманның кесапаты тірісінде, жақсының шарапаты өлгеннен кейін де тиіп жатады. Баланың да баласы бар, бірі бағың, бірі сорың. Өзің осал болсаң да ұрпағың ұлы болсын. Бір байдың байлығы екінші байдың ұйқысын қашырады. Арамдық жасаған адамның өмірі алаңдаумен өтеді. Қысқа сөйле, аз сұра, тез кет. Ашулы кезде шешім қабылдаудан, қуанышты сәтте уәде беруден сақтан. Балаға 10 рет айтқанша 1 рет көрсет. Таң атқанда талпынбасаң, кеш батқанда алқынарсың. Қазіргі заманда ақ көңіл болу сән емес. Ақ көңіл адам қудың қалтасын, өсекшінің аузын толтырады. Бұл өмірің өтпеу үшін құр босқа, жүрегіңді ашу керек шын досқа. Сыйласатын 1000 адамың болса да, жетпейді екен сырласатын бір досқа. Дос дегенің нәр алатын тамырың, дос дегенің нағыз туған бауырың, керек кезде ақыл айтар ақылшың, ашулансаң жүректегі сабырың. Адам боп келдік өмірге, адам боп кету заңдылық. Адамның бәрі өмірде бақыт іздейді қаңғырып. Бақыттың кілті сыйластық, сыйластық қалсын мәңгілік. Өтіріктен кім өліпті, дейді жұрт. Әрине өтіріктен адам өлмейді, алайда өтіріктен сенім өледі, көңіл өледі, достық өледі, адамгершілік өледі. Ер адам әйел үшін ағадай қорғаныш, достай сырлас, өмірлік жолдастай адал болу керек. Әйел адам ері үшін анадай қамқор, қарындастай тіл алғыш, жан жарындай адал болу керек. Жүректің есігі ашылсын десең, жылы сөйле. Ең ұлы махаббат Аллаға деген махаббат болу тиіс, адамға емес. Дәл сол уақытысында әрекет жасалмаса, арман құр қиял болып қалады. Дәл сол уақытысында қымбат жанның қымбаттылығын сезіндірмесе, қалған көңіл шыққан жан. Сіз әлемдегі жағдайларға, уақытқа, заманға икемделіңіз. Әлем сізге ыңғайланбайды. Қаралауға құмармыз, табалауға құмармыз, кінәсі жоқ жанды да жаралауға құмармыз. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Қарағаныңыз үшін көп рахмет, арнама жазылуды ұмытпаңыз. Аман сау болыңыз.